қатысушылар тіркейміз. Алдымен келісілген уақытта қоғамдық тыңдаулардың ашылуы, қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларының 21 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар тиісті әкімшілік аумақта бірліктің әкімі аппараты өкілінің төрағалық етуімен бастамшының және мүдделі жұртшылықтың қатысуымен өткізіледі. Сондықтан жиналыс төрағасы өзімді ауыл әкімі ретінде бекітіп алайық. Одан бөлек жаңағы осы округтың әкімі Бейсебаев Қайрат Ерланұлы, тапсырысшы бізде Жамбыл облысы тапсырыс Адамбек өмір жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Сайттал Хафиз Азамат келіп отыр. Өкілі директорының өкілісіз өзі, директорының өкілі Сайттал Хафиз, Жамбыл облысы экология департаменті және Жамбыл облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасынан мамандар бейне конференция арқылы қосылып отыр ма? Қосылуда ма? Доступ ашық. Жобалаушы геолог ММХ барлау ЖК басшысы, жеке кәсіпкерлігі ЖК деген басшысы Шопанкулов АЮ Абдыхалық геолог. Жобалаушы эколог Сыздықова Нұржамал, ЖК Сыздықова Нұржамал Ахмедовна. Баяндамашының сөзін тыңдауға рұқсат етіңіздер. Баяндамашыға 10 минут уақыт. Хатшыны енді өзіңіз сайлай берейік енді. Қарсы министр хатшы. Баяндаманы слайдпен жасаңыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Есімім Садықова Нұржамал. Мен экологпын, жобалаушымын. Бүгінгі біздің қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Сүлеймен Сай 1 кен орнында әктасты өндіру бойынша тау-кен жұмыстары бойынша жобалары бойынша болады қоғамдық тыңдауымыз. Бұл кен орнында біз экологиялық рұқсат қағазын әзірлеу үшін 5 құжаттама әзірлеп отырмыз. Ол бізде қоршаған ортаны қорғау бөлімі, қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтері, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бағдарлама, сосын қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар жоспары. Осы 5 құжаттаманы біз Жамбыл облысының табиғи ресурстар басқармасына тапсырған болатынбыз. Экологиялық кодекстің 96 бабына сәйкес экспертиза, яғни сараптама жүру барысында екінші санатты объектілерге осындай ашық түрінде қоғамдық тыңдаулар ұйымдастырылуы қажет. Бұл қоғамдық тыңдауды ұйымдастыруға алдын жергілікті Жамбыл Тараз деген аудандық газетке біз хабарландыру берген болатынбыз және Жамбыл деген телеканалға хабарландыру берген болатынбыз. Осы хабарландыру және экопорталға, табиғи ресурстар басқармасының порталында да бұл хабарландыру ілінген болатын. Осы жерде де хабарландыру тақтайшасына ілінген болатын. Қоғамдық тыңдауды осы күнге белгіленгендігіміз жөнінде. Бұқаралық ақпараттардан бізге ешқандай ұсыныстар мен ескертулер келіп түскен жоқ. Жалпы кен орнының орналасқан жерін сіздерге түсіндіріп өтсем, картада көрініп тұр. Қаратау қаласынан солтүстік батысқа қарай 5 километр арақашықта орналасқан, ал ең жақын тұрғын үй 3-7 шақырым жерде орналасқан. Бұл жерде 1 километр аумақта жер үсті су көздері байқалмайды. Тек қана атауы жоқ бір көй бар, оның арақашықтығы 2-3 километр деп орналасқан. Кен орнынан оңтүстік шығысқа Қаратау қаласына қарайды. Кен орны аумағында су қорғау белдеуі мен аймақтары бекітілмеген, орман ерекше қорғалатын аймақтарға кірмейді кен орны. Жалпы кен орнының жалпы ауданы бізде 38-4 гектар. Пайдалану кезеңі 26 жыл мен 35 жыл аралығында 10 жыл. Бізде екінші санатты объектілерге 10 жылға экологиялық рұқсат қағаз беріледі. Сол себепті біз тау-кен жоспары да 10 жылға әзірленеді және экологиялық құжаттамаларда жобаларда 10 жылға әзірленеді. Карьердің ені ұзындығы 406, ені 113 метр бізде. Тереңдігі жер бедеріне байланысты 0 метрден 60 метрге дейін ауытқып отырады тереңдігі. Техникалық шарттарға сәйкес мына жерде жалпы
орналасу схемасы көрсетілген ғой. Ал мына жерде санитарлық аумағы қалай? Бізде санитарлық аумағы санитарлық талаптарға сәйкес 500 метр. 500 метрде көріп тұрсыздар, ешқандай тұрғын үй алаптары жоқ, тұрғын үйлер кірмейді санитарлық қорғау аймағына. Енді жоба бойынша негізгі ақпарат бере кетсем, бұл жерде 2026 мен 35 жылдар аралығында әкті өндіру көлемі 11.530 куб, ол тоннаға айналдырғанда 30.000 тоннаны құрайды. Әр жыл сайын өндіру көлемі әктасты 30.000 тонна. 11.530 куб құрайды. Ал аршыма жұмыстары, топырақтың беткі қабаты, скрышная порода дейді ғой, ол 270 куб. Ол енді тоннаға айналдырсақ, ол 707 тонна құрайды. Жұмыс уақыты 250 күн жылына. Бір ауысымда, ауысым ұзақтығы 8 сағаттық жұмыс уақытымен бекітілген. Кен орын бізде бұрғылау және жару жұмыстары арқылы ашылып, пайдалы қазба сол арқылы өндірілетін болады. Негізгі тау көлік жабдықтарын айта кетсек, бұрғылау қондырғылары, экскаватор, бульдозер, сосын зарядтау машинасы, кесу машинасы, жылжымалы компрессор және суару және жер қондырғылары. Мына жерде календарный график көрсетілген, әр жыл сайын жаңа айтып өткендей 30.000 тонна, 0,27, яғни 270 куб скрыша өндірілетін болады әр жыл сайын белгіленген тау-кен жоспары бойынша. Экологиялық құжаттама тау-кен жоспарына негізделіп жасалынады. Тау-кен жоспарында қандай параметрлер енгізілген, сол параметрден ауытқымай соған біз құжат жасаймыз. Енді атмосфералық ауаға әсерін айта кетейін. Кен орнында 9 ластаушы көз орын алады. Біреуі оның ұйымдастырылған, яғни ол компрессор, жылжымалы компрессордың жұмысы. Қалған 8 ластаушы көз ұйымдастырылмаған. Оларға ашу жұмыстарын, жару тесіктерін бұрғылау, қатты жұмыстарды жару жұмыстары, оны тасымалдау, тиеу, үйіндіге апару, тасымалдау жұмыстары жатады. Сосын ашыма жұмыстары үйіндіге тасымалдау. Негізгі әктасты да жаңа жару арқылы өндіретін болады. Оны кесіп, үлкен габаритті әктастарды кесіп, сосын қоймаға тасымалдайтын болады. Осы ластаушы заттардан бөлінген шаң тозаңның әсерін басу үшін бізде суару машиналары қолданылатын болады. Кен орнында карьер ішілік өздерінің жолдары салынатын болады. Сол жолдар арқылы автотранспорттар қозғалып отыратын болады. Сол шаңданудың әсерін басу үшін бізде гидрооращение дейді, суару ылғалдандыру жұмыстары қолданылады. Ылғалдандыру жұмыстары өздеріңіз білесіз 80-85%-ға дейін шаңның әсерін баса алады. Аталған ластаушы көздеріміз біздің атмосфералық ауаға азоттардың оксидін, жаңа құрамында кремний диоксиді бар биорганикалық шаңдарды, күкірт оксиді, көміртек оксиді, керосин сынды ластаушы заттарды атмосфералық ауаға бөледі. Осы бөлінген ластаушы заттардың жаңа көлемі біздің есептемелер бойынша 426 тоннаны құрайды. Осы аталған 426 тоннаға әр жыл сайын бұл кісілер экологиялық рұқсат қағазы арқылы бекітілген нормативпен салық органдарына өздерінің салықтарын, тиесілі салықтарын тапсырып отырады және сол шекарадан межелі неден аспау үшін соны қадағалап отыратын болады. Кен орнында су тасымалдану арқылы жүргізілетін болады. Ауыз су жаңа жоғарыда айтып өттім ғой, 1 километрде, 1000 метрде бұл жерде жер үсті су кездестірілмеген. Кен орнының су қорғау аймағы мен белдеуіне жатпайды. Су қорғау аймағы белдеуі, қорғау аймағы бізде 500 метр болып белгіленеді көп өзендерге, ал жаңағы белдеуі 30 метр болып белгіленеді, өздеріңіз білесіздер. Жер асты суларының деңгейі 19 метр тереңдікте белгіленген. 19 метрде жер асты сулары шығады. Бұл барлау кезінде жаңағы геологтар өздері осындай информация берген жобаларында. Енді тек қана біз атмосфералық ауаға ластаушы зат бөлу арқылы емес, сол кен орнында қатты және өндірістік, тұрмыстық және өндірістік қалдықтар да түсіреді. Ол қалдықтар бізде барлық қалдықтарымыз қауіпсіз классқа жатады. Қауіпті емес 4 түрі белгіленген: коммуналдық қалдықтар, тамақ қалдықтары, пластик
пластикалық ыдыс қалдықтары, бұл қалдықтарға жарылғыш заттардың қаптамалары жатады. Және металл емес пайдалы қазбаларды игеруден пайда болған скрышная порода дейді, сол қалдық түрі. Бұл кен орнында игеруден пайда болған қазба 702 тонна жылына, ол арнайы спецсатывал дейді, сол атывалға үйіндіге сақталынады. Рекультивация кезінде жаңа жер бедерін тегістеп өту үшін пайдаланылады. Ал аралас коммуналды қалдықтар, ана қалдықтардың барлығы толық мерзіміне қарай мердігер компаниялармен келісімшарт арқылы полигондарға, жеке өңдейтін өндіріс орындарына жіберілетін болады. Арнайы алаңшаларда қалдықтардың әр түріне белгіленген контейнерлер орналастырылуы қажет. Сол контейнерлер толық мерзіміне қарай бұл кісілер келісімшарт арқылы шығарып отыратын болады. Жобаның негізгі артықшылықтары Талас ауданы, осы ауылдық округтің инфрақұрылымының өсуі. Бұл кен орнының ашылғанда жұмыс орындары пайда болады және салық есебінен мемлекеттің бюджетінің көбеюіне алып келеді. Негізгі артықшылықтары деп осыны айта аламыз жоба бойынша. Бізде қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар да қарастырылған. Ол іс-шараларға кен орнында көбіне ол ылғалдандыру іс-шаралары болып табылады. Ылғалдандыру, карьердің кен орнының аумағы ылғалдандырылып отыратын болады. Санитарлық қорғау аймағы жаңа 500 метр дедім, сол 500 метрде көгалдандыру. Егер көгалдандыруға аймақ келетін болса, көгалдандыру ағашта егілетін болады. Егер келмейтін болса, жергілікті әкімшілікпен келісіп, белгілі бір көшені алып, бір аумақты алып, сол жерге жасыл желектерді егуге міндеттелетін болады. Сосын кен орнының толығымен игерілгеннен кейін рекультивация дейді, ликвидация, сол жұмыстар жүргізілетін болады. Қазір бізде экологиялық сараптамада осы тау-кен жоспарымен қатар план ликвидация деген проектісі жаңағы жою. Осының салдарынан пайда болған жер қысқысының өзгеруіне алып келетін зардапты жою үшін жоба сараптамада жатыр, ол да қаралып жатыр. Ол жобада техникалық және биологиялық рекультивация қарастырылған. 2035 жылы кен өндіру басталса, 2026 жыл, 35 жыл аяқталса, аяқталысымен рекультивацияға кірісетін болады рекультивация жұмыстарына. Жалпы менің айтатын баяндамам осы қысқаша. Мына жерде тарату жоспары дейді ғой, план ликвидация, соның қысқаша несі келтірілген. Ауылдың тұқымды бірінші рет емес бұл. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер, байлап шешілем. Енді директордың өкілі болғаннан кейін сізге шығамыз бе, Маке, сізге шығамыз бе? Он директор, я зам по коммерции. Одинаковый болғанда енді. ТО-ның аты қандай? Адамбек өмір. Кім директоры? Куликиев. Батырбек кетті, бірақ өкілдері Батырбек. Енді бұлай болып тұр, енді бұл хорошо. Бізде оның несі, кімдікі қалай не, бізде ешқандай шатағымыз жоқ. Компания қайықта тіркелген ең бірінші. Қалада. Біздің енді ең бірінші талабымыз, Маке, компанияны осы Талас ауданына тіркейсіздер. Ең бірінші талап. Себебі қайқа тіркейін? Көкталға. Көкталға толық тіркейміз, болмаса мені Қаратауға болады ма? Хафиз тұр ғой? Қаратауға тіркейсіз. Болады. Талас ауданы болады. При одном условии только, Маке, былай бұл, компанияны Қаратауға тіркейсіздер, налогтар Көктал ауылына түсу керек. Олай жасаңыздар. Ол обязательно. Это жоқ. вообще Біздің условияларымыз жоқ. Ол үшін Көкталда өзің бір прописка тап. лучше здесь. Онда осы жердің адамы тіркелген. Хорошо, бір адрес алып береміз, Маке. Біздің ең бірінші біздің талабымыз сол. Сіздерге, өндірістің басшыларына біздің енді өтініш деп айтсақ, ол уже сұрап тұрғандай боламыз. Бірақ біздің талабымыз сондай. Өтінішіміз ол заңды, заң түрінде осы жерге тіркелу. Сіздер осы жердің тасын алып, осы жерден пайда табасыздар. Ал оның пайданың қызығын басқа таразға болмаса басқа қала Өте дұрыс. сондай болады. Сол себепті біздің талабымыз компанияны осы Көктал ауылына тіркейсіздер и налог осы ауылға түсу керек. Екіншіден
жаңағы мына жерде бұл кетті. Екінші жаңағы бізде енді осы жерде соңғы осы бірінші рет емес өткізіп жатқанымыз общественное слушание. Ветровой осы айналадағы карьердің бәрі осындай сіздер сияқты слушание өткізген. Сол кісілердің бәріне біз сұраныс жасап, талап қойдық. Осы ауылдың аймағында әлеуметтік нысандар бар. Солардың бәрін жөнделуін, сырлауын, сосын жаңағы өзіміздің жаңағы ұлттық Наурыз мерекесі бар, басқа да мерекелер бар. Сол мерекелерге атсалысады ол кісілер, көмектеседі. Ендігі биылғы жылдан бастап сол кісілерге талап қойып жатыр. Осы ауылда Наурызды өткізгенде киіз үй тігіп, дастархан жасап, осы ауылдың халқына сондай дүниелерді істеулеріңіз керек. Енді ол жерде енді қатып қойған не жоқ. Өзіміздің Наурыз айында Наурыз көже бар. Мерекелік іс-шараны өткізу дұрыс. Біздің сұранысымыз сондай. Енді қазіргі таңда бізге камера керек пе, керек емес пе болды? Камера керек. Қоғамдық тыңдауда, регламентке сәйкес аяқталды. Енді ауыл тұрғындарының сұрақтары болса, айтыңыздар енді. Ойыңыздар. Мен енді сіздерден кейін Бекен, не Бекен? Сұрақ болса қойсын. Корея үлкен болса ғой. Сіз болып тұрсыз бе? Енді сұрақ. Бұл енді ақыры енді бұл жүріп карьера ашамын деп ниеттеніп жатыр екен бұл жігіттер. Істесін, жаңағы өзің айтқандай ауылдың жаңағы кішкене жаңа ашып, анау-мынауларына іс-шараларына араласып тұрса, сосын ауылдың жастарын біраз осылар жұмысқа қамтамасыз етсе. Жұмыс жағынан қарсы емес, келсін, пожалуйста. Енді асымен енді мына ауылға жаңағы қарабай басып, жаңағы атсалысып тұрсаңыздар, сіз іздесіп жақсы жұмыс істеуге болады. Басқа не бар? Басқа енді сұрақтар. Сосын анау тасымалдау жағын қалай не қыласыздар? Бізді трассаға салмайсыздар. Бөлек жол салыңыздар өздеріңіздер. Тасымалдау бірінші очередь, оны тасымалдамасаңыздар, оны ашпай ақ қойыңыздар. Қай трасса? Мына жолмен тасисыздар ғой сіздер. Асфальтпен тасиын деп Еш қайқы тасымаймыз. Завод саламыз. Еш қайқы тасымаймыз. жоқ, завод салғанмен продукцияны әкету керексіз. Қазір айтайын. Карта көрінбейді ғой, Карта. Продукция әкету керек қой. Каз. Еш қайқы. Тоқтады. Мен бұл айтайын да. Телевишке бәрін білесіңдер ғой? Біліп тұрмын, түсініп тұрмын. Телевишке болғанда сразу асты. Телевишкенің астында баз бар, түсініп тұрмын. Сразу ішіне түсеміз ба? Завод прям где Сурманса шубу, тікен шубу. Тон тікен жер бар ғой? Емес айда болайын деп тұр ғой, түсініп тұрмын. Ояқтан сендер жаққа барма. Біз Қаратау жаққа тартамыз. Бәрі дұрыс қой ағасы. Енді сіз тыңдаңыз. Ары қарай да жол құриды ғой, біз баратын жолымыз бір-ақ жол. Сол бір-ақ жол ғой бізде? Бір-ақ жол ғой, бізде басқа жол жоқ қой. Біз басқа жол короче сделаем. Короче, жол салыңыздар, ана жолмен жүргізбейміз сразу. Сендердің жолы менің бабаларым жолы. Сендер әлі болған жоқсыңдар. Менің бабаларым өшерген тұрған. Кім бабаларыңыз? Қасыр апам тұрған есе біледі кім. Туыскен, Шорал бәрі. Менің әкем бүкіл военком соғыстан Мен ағаларымды, бабаларымды оны танитын соғыстан келіп, военком болған Ақкөлде. Бәрі туысқандар, бабалары ол сақтаған соғыстан. Потом мен начальник милиция болып, Канакат автолавщиктан сақтаған менің әкем сол, бәрі біледі. Жоқ, аға дұрыс қой енді. Бұл жерде мәселе жаңа біз жалғыз сіздермен жол ескердім. Все. Мына жерде қазір бір Одан да жақын жол істеп береді, сразу жақын жол істеп қойды. Мейлі өзіңіз білесіз, бірақ трассаға салып, трассаға машина түспейді. Содан кейін тағы бір ұсынысым бар. Біз осы мынау ауылда тұрамыз, мынау көліміз бар шамалы. Сол көлдің каналына су келеді де өзеннен жығамыз, жылына бір-ақ рет 3 ай су жығылады. Сол мына тау жақтан келеді өзі. Арнасы тұр. Шамалы 3 километр ма 4 километр жер, бір жырасы тастақ жері бар. Сол жерге спецтехника керек болып тұр, экскаватор. Именно сіздердің экскаваторларыңыз келеді. Потому что сіз ол жерге гусеничный алып келесіз. Сол арықтыда техниканы қалай алып келем? Мен аспанмен алып келем, сол жолмен жоқ, техниканы алып келіңіз, техника. Бірақ руданы басқа жағымен тасыңыз. Техника только кіреді, но шықпайды уже.
Оян тасымайды. Сол жерде завод сол жерде болады. Заводқа кіреді, жоқ шықпай заводқа кірген нәрсе шығады ғой енді по-любому материал а Сен мысалы сен сатып алатын болсаң, сен алып кетесің ба? жоқ жоқ тасты өңдегеннен кейін оны әкетесіздер ғой по-любому Бауырым, жоқ. Прямо заводтың ішінде, бұл жоқ кетпейді. түсініп тұрмын ғой Ояқтан енді бетка, шыққан материалды әкетіп железная дорога тартамыз аяқта. сізге айтсаңыз темір жол арқылы деп. Все. болды сол темір жол арқылы десеңізші болды Жақын ғой жерде. Бір Жақын километр жол. иә. Бір километр жол. соны айтып отырмын ғой мен сол темір жолды айтсаңыз болды темір жолмен болды Вопрос исчерпан. болды жаңағы енді ана көлдің арығын жөндеп бересіз әдемілеп алла қаласа Мына есть ма? Мен 70%, дай Аллах, чтобы еще мне годы дал, да? Мен айтайын. Мына бауырларым мына жақта тұрып Қаратауда біледі, мен өзім аңшы болғам. И милицияда болғам, но аңшылыққа больше жағып кеттім енді. Қаратауға, Ақсайға, мынау Жантасқа бәрі жерге барып жүрмін. Енді мен айтайын. Мен бәріне анау үй салам, мектеп салам жоқ. Мен мечетке кірем, мына жақта жағдай жоқ адамдар көп қой, правильно же? Оларға бауырларым сразу міне Алла естіп жатыр. Бәріне көмектеседі. Не спросите, соны істеймін. Разговор жоқ. алла қаласа алла шешуші көмек берейін дейді да Ол жағынан көмек беремін. Разговор жоқ. одан кейін өзіңіз Мен қазір қоясыз айтайын, тағы да. иншаллах жаңа мешітке молда болып барасыз өзіңіз де қоясыз Жоқ. ояққа мен емес қой бар сіз барасыз Бауырым, тоқта. Мен қазір айтайыншы, тағы. Азиз ба Мен қазір тағы да айтайын. Мен шын айтсам, да, здесь я ничего не должен давать. Вообще. Потому что мен уже бір рет бердім. Заң бойынша мен уже бірінші разведка жасағам, добычаға алғам, қазір екінші рет істеп жатырмыз, көмектесіп жатырмын болатқа. Біз бәріміз істегенбіз Қаратауға. Енді бізге мына жаққа аударды. Мен вообще не должен делать. Но мен Алладан қорқам. оны енді көлекей Мен қарабай біздің қазақтар бар ма? Соларға железно көмектесіп. Жилеттер. Не әкім сервис правоохранительный, анау арықпай не канал, ол жағынан разговор жоқ. Это небольшие деньги. Но заводты там деньги не поставим. надо там техника и солярка и все Все, заводты поставим. Техниканы алып келемін. Мен осы жерде тұрамын, разговор жоқ. көп нәрсені объяснять ете Тоқал бермейміз. алып берсе де тоқалмен тұрамын. ағайындар ассалаумағалейкум тағы да барлықтарыңыз мені танисыздар ғой дәуекеңді таниды кариялардың бәрі таниды мен осы Қаратаудың адамымын жергіліктімін мына кісі ағайын болып келеді жекжат болып келеді әйтеуір қазақ бәрін ағайын ғой бұл кісінің сіздердің ауылға бір кішкене көмегі болмаса енді зияны болмайды деп ойлаймын өзі бірталай жерде ғой негізі жаққа келмейді да жаңағы айтпақшы көлік жағы тасымалдау жағы жаңа ауылға шын мәнінде бұл кісі көмектесін деп келіп отыр жаңағы прям бір асфальт салып бермесем де дейді жағдай жоқ адамдар болса мешіттің адамы болады болмаса ауылда халық көп қой құдайға шүкір біреу айтады анау көмектеседі соның бәріне жәрдем береді ол жағына ашпаймыз енді ол біріншіден екіншіден ол ауылда жағдай жоқ деп оны ауылдың адамдардың жағдайын жасаудың керегі жоқ. жақсы ауылдың жағдайын жасап жағдай бердің. Біздің ауылға жағдай көрген жетуге мынау жоқ ол жағынан ғана керек болды. жаңа техника сұрап отыр ана Жалпы ауылдың жағдай, адамның жеке басына қажеті бірінші адамнан бастайды көке есіңізде болсын жоқ. бірінші адамнан бастайды адамның жағдайын жасасаңыз бәрі көңілді ғой көке дұрыс па міне бұл кісі көмек берейін деп отыр Рахмет айтып техникаңыздан беремін дейді халықтың жағдайын жасап беремін деп отыр мына әкім біздің әкіммен ақылдасып жұмыс істеп өзіңіз айтып қалдыңыз жаңа жұмысшылар келіп міне ауылдың адамдарын аламын деп отыр дұрыс. Проблем жоқ. осы ауылдың адамы осы жерге келіп тұрсын пайдасы тиыны осы жерге келіп тұрсын өзінің отбасы бар бала шағасы бар міне пожалуйста сол налог та өзіміздің ауылымызға түссін басқа керек жоқ онда осы ауылдың бір ауданға керек жоқ біз көктауымызға түссін Налог түсін, мен осы жерге ауданның өз проблемасы тіркелемін, дұрыс па? Сразу регистрация жасаймын, но мейрам қашан бітеді? ауданға көктауға деп түсіруге болады ғой 11-нен кейін Енді регистрация жасаймыз ба? бірақ көктауға Енді мен сендерге келдім ғой, дұрыс па? Енді бір Құран оқып, қан жіберіп, бірдеме ол мәселе былай шыққаннан кейін қазақша былай заң жүзінде айтады мұсылманша істейді оны. ол да сосын жаңа айтып отырсыз сіз ше қазір 1 минутта тыңдаңыздаршы қазір 1 минут біз енді ол ненің бәрін қазір неден кейін өзіміз талқылай берейік
осы мынау карьердің ашылуына қарсысыздар ма, қарсы емессіздер ме? Қарсы емес, егер бұл кісілер уәдесінде тұрса қарсы емес. тұрсын енді пайдасы зиян түспейді ғой былай. Бізге керегі, бізге көмектесіп пайдасын келтіріп тұрса болды. Бізге емес, ауылымызға. Ауылға ғой. рұқсат болса. бір ауыз айтыңыз. Мен мынағы сіз танисыз, мен танимын. Просто қасыңызда ұяттар жігіт бар екен, мен мақұл рұқсат жұмыс істейсіз, бірақ мен сізді танимын. Қаратау цементтен танимын, неден танимын. Сол сияқты болып қалып жүрмесін ертеңіне. Сол ұятқа болмасын деп, ұятқа шын болмасын керек деп. бар ғой, әшейін алдық деп аламыз, ондайлар көп бұл жерде. Сөйтеді да, жеме-жем келгенде бұл жерде сайрап тұрып бәрін обещать етеміз, ондайлар көп. Мен енді одан мен практикада, мен өзім өтіп жатырмын. Мен сізді жақсы біліп тұрмын, не екенін біліп тұрсыз. Сондай болып жүрмесін. Ертеңіне жауылып, сатылып карьер, басқа жаққа, инвестор әкеліп, ондай лучше өздеріңіз инвестор алыңыздар да жұмыс істеңіз. Біз қарсылық жоқ. Пожалуйста. Біз қаяқты мемлекет тарапынан қандай көмек бар, инфраструктура, жаңа өзіңіз айтпақшы, егер сіз жаңа дұрыс айтасыз, жолды бұзбай, ана жерде разъезд бар. Лучше ЖД КТЖ арқылы шешіп, ана разъезді үлкейтіп, сіздер через лента арқылы, лента арқылы соған именно керек жоқ. Именно соған рода сол жерден переработка жасап, сразу немен жіберетін де қалады. Сол кезде сіз былайша айтқанда біраз нәрсені шешесіз. Светті, пожалуйста, проектті жасаңыз, мемлекет тарапынан біз светке көмектесіп берейік, мемлекет тарапынан. Тағы газ керек па? Егер газға қатысты болса, сіздің анау шайыңызға неңізге газ бере алмаймыз. Газ арқылы жаңа известті бір өндіріп не алатын болсаңыз, газ мемлекет тарапынан проектный светный документ сіздің бәрі проектіге байланысты. Тех условия берсең де болады ғой. Тех условияны сіз аласыз. Бірінші сіздің неңізге байланысты оның бәрі. Қандай потребность газ, қандай светтікі, қандай мощность, осының бәрі сіз Объемды шарт бермеу керекпіз ғой. Ол жағынан сендер бірақ жаңағындай мәке, ондаймен кездеспейік. Хорошо? Акимат дұрыс, ол жағынан сразу резко меня закручивает. Сначала сажусь, нет, сначала сажусь, ничего правильно. Я сначала сажусь на, чтобы елдер ойламасын да, потому что от вас буду, вы от меня питаетесь, я от вас. Первым долгом регистрация. Без регистрации я потом налог никуда не могу, только вам буду платить, правильно же? Хорошо, Маке, біз ол стадияларға жетеміз. Бірақ біз одан біз тіркейін деп тұрсаңыз, біз сізді тіркетпей қоймаймыз. Біз навстречу сізге барамыз. Мен бұған дейін де айттым ғой. Бірақ енді жаңағындай осы случаймен бәрін өткізіп, лицензияларыңызды алып алып, ертең готовый продукцияны алып алып, документы продается осындай деген болып тұрмайды. Стоп. Тогда давайте так сделаем. Я юрист, а вы тоже подкованы должны юридически, административно, правильно, да? Давайте так сделаем. Хотя это я уже сделал, но я вторично делал, потому что елмен тындават. Давайте так сделаем. Регистрацию сделаю, и после регистрации сразу меморандум делаем, что я обязан делать, чтобы я завтра не ушел от вас, чтобы вы не сказали, ребят, но я согласно меморандуму вам от и до сделаю, и потом, если вы завышать будете, я скажу, ребята, вот меморандум вы сами подписывали. А то и такое видел я. Нет. Только начинать сверху, мяган мүмкін мынандай, мынаған мүмкін, что болмасында ел. Правильно? Или я неправильно говорю? Аманат қой. Сіздердің Юридический закон бұл аманат, бұл аманатты орындайды. Бізде осы жерде тура осы жерде отырып, мына халықтың алдында ертең бізде өтірік болып қалмауымыз керек. Әрине. Сол себепті уәдені берген кезде де кішкене шама шарқына қарап беру керек. Мен мынаны істей аламын ба, істей алмаймын ба? Ойланып, ертең бұл кісілер осы жерде осы ауылдың әкімі болып отқаннан кейін ол кісілер менен сұрайды. Қайрат, балам, кезінде осындай кісілер осындай нәрсе уәде беріп еді. Не болды? Мен сол кезде не деймін? Ол кісілер мені өтірік алдап кетті деймін ба? Олай болмайды. Сол себепті Маке. Ребята, это правильно сказал. Давайте на бумаге закрепим. Без Қағаз бумажки. С бумагой человек делает, а без бумажки ты какашки дейді ғой. Дұрыс па? А сен бауырым мені таныйсың. Мені все говорят, Маке сказал, сделает. Это я такой, у меня слово такое. Сізге айттым, мемлекет тарапынан не көмек сізге Все, разговор жоқ. Ол жағынан естедіңіз ба? Чтоб потом я не бегал по футболам. Жамбыл облысы Талас ауданы Шілеймен сай бір аттас кен орны үшін тау-кен жұмыстарының жоспарына арналған экологиялық рұқсат алу материалдарын қолдау немесе жоқ деп дауыс берулеріңізді сұраймын. Қолдайсыздар ма, қолдамайсыздар ма? Қолдаймыз.
Біздің тарапымызды істесе болды. Жана ана кісі